Парманқұл Баһадүр. 6 бөлім. Парманқұл үлкен шайқасқа араласты. Шымған тауының етегіндегі түлкі жортқан өңірінде осындай оқиға болып жатқанда, күллі Сырдария облысындағы уездердің намысты жігіттердің бәрі атқа қонды. Тұрдаш тобының болыс кеңсесін өртегені және Шыршық бойындағы бай манаптардың барлығын тонағаны ел ішінде желдей есіп, қалың қазақтың рухын оятты. Бұл хабар ертесіне-ақ Ташкент оязы Пазилов пен облыстың әскери губернаторы Галкиннің де құлағына тиді. Жаман хабар құлағына тигенде Галкин есінен алжасқандай жынданды. Ояз бастығына қарамағындағы қазақ жүздігін алып, түлкі жортқандағы бұзақыларды 2 күн ішінде аямай жазалау тапсырды. Бұзақы топтың басшыларын атып, оған ергендерді тірідей қолға түсіруді бұйырды. Қолға түскендерді тез арада Ташкентке жеткізіп, барлығын бірінші кезекте майданға аттандырып жіберуді пәрмендеді. Ояз бастығы Пазилов түлкі жортқан болыстығында бұзақылық танытқан қазақтарды 2 күнде емес, жартақ күнде талқандап тастарым деген оймен ертесінен таңертең жолға шықты. Аттанғанда қарамағындағы қазақ жүздігін толық алмады. Қасына жартысы мылтықпен, жартысы қылышпен қаруланған 50 солдатты ғана ертті. Бұрындар қазақ даласына 50 емес, қарулы 5 солдат ертіп шықса болды, жергілікті халықтың үрейі ұшып, кірерге тесік таппай кететін. Бұл жолда оған 50 солдат бір түлкі жортқан тұрмақ, күллі Шыршықтағы барлық қазақтардың зәресін алып, бастарын жерге тығуға жететіндей көрінді. Бұл кезде әлгі оқиғаға 3 күн өткен, одан қанаттанған қазақтар Қожакенттегі Сералының жанына жиналып жатқан. 3 күнде жиналған жігіттердің саны 1000-нан асып кеткен еді. Пазиловтың отряды Ташкенттен шыққан кезде ол жердің қазақтар дереу атқа қонып, бұл жайында Қожакенттегі жігіттерге хабар берді. Сералы мұнда келген жігіттердің барлығы атқа қондырып бір ортаға жиды. Бауырлар, деді ол дауысын барынша көтеріп, біз талай жылдан бері үкіметтен, оның басында отырған отаршыл ұлықтардан қанша зәбір көрсек те, бір шағым айтқан емеспіз. Осы жолы ақ патшаның күллі мұсылман жұрты мен қазақ халқына арнаған жарлығына қарсылық танытуға мәжбүр болдық. Мұнымызда патша жендеге саналатын Сырдария облысының бастығы Галкин жаулық көріп, бізге қарсы қарулы әскерін аттандырып отыр. Қазір ғана естік. Ташкенттен шыққан Пазиловтың әскері тура осылай қарай аттанып келе жатыр. Біз оларды тесік асуында қарсы алайық. Алдардан шығып, біз бейбіт келісімді жақтайтын шеруші топпыз. Тек патша жарлығын қайтарып алып, бізден майданға жігіт алуын тоқтасын деген ұсынысымыз бар. Ал патша райынан қайтып, мейірімділік танытса, көтерілген қазақ аттан түседі. Әркім өз ауылдарына қайтады деген ұсынысымызды айтайық. Пазилов мәселенің мән жайына түсінсе, оқ атпай кері қайтар. Ал бұрынғыдай басынатын болса, амал жоқ. Елдігімізді танытып, біз де қару көтереміз. Сол үшін де бар нәрсеге дайын боп аттанайық жігіттер. Айтпақ жігіттер, енді ереуілге аттанған жігіттерді әр топқа бөліп, сол топтардың сардарларын сайлайық. Ереуілшілердің бас сардарлары Бектұрсын мен Ойқара болсын. Осыған келсесіңдер ме? Дұрыс, дұрыс. Бұл екеуінен басқа сардарға лайық адам жоқ арамызда. 2 батыр басшы, біз қосшы. Бектұрсын батыр, Ойқара батыр деп лепірді сарбастар. Осыдан соң Бектұрсын мен Ойқараның жігіттерін топқа бөлуге кірісті. Әр топқа 100 жігіттен бөліп, ереуілшілер 10 жүздікке бөлінді. Парманқұл бұл елге бөтендеу болса да бағанағы ерлігі мен батылдығына риза болысқан жігіттер оны бір топқа 100 бас сайлады. Азадан кейін 1000 атты жігіт түп көтерілді. Әр аттың тұяғынан көтерілген шаң әп-сәтте қоюланып, Қожакенттің үстін қара көлеңкеледі. Бейбіт күннің ішінде табан астында пайда болған дүрбелеңге еріп сарбаз атанған талай жігіт қазақ намыс үшін алдағы атылар оғы мен жандырар оты мол сапарға осылай аттанды. Әрбірінің тақымында шоқпар, қолында қылыш, ал оғы алысқа жететін бүгінгінің озық қаруы мылтық араларындағы бірен-саран кісілерде ғана бар. Бұлардың өрліктері мылтықпен оқта емес, жүректер мен кеуделерін буған намыстан тұғын. Қайткенде бұл аттаныс жақын арада күллі Шыршық өңірімен қатар барша қазақ даласын және Орта Азияны қанға бөктіретін сұмдық зұлматтың бас етті. Түс ауа ереуілшілер тесік асуына жетіп, ар жақтан келе жатқан орыс әскерін күтті. Ұзамай мылтық ұштарындағы штыктары күнге шағылысқан әскерлер де көрінді. Асу басында тұрған Сералы бір сарбаздың сойылының басына ақ орамал байлап, әскерге көрсете ары-бері бұлғады. Отряд кілт тоқтады. Алда келе жатқандар бір-бірімен біраз өзара сөйлесті де, 3 атты төбеге қарай аяңдады.
Қазақтар жақтан Сералы, Бектұрсын, Парманқұл үшеуі етекке түсті. Асудың тура етегінде екі жақ бетпе-бет кездесті. Орыстар тараптан келген елшілік топтың басшысы Пазиловтың өзі екен. Сералыны бірден таныған ол келе сала ашулы дауыспен үн қатты. «Әй, Сералы, Лапин, біздің барлаушылар маған нақ жеткізген екен. Сіздің желөкпе қазақтарды желіктіріп атқа қондырғаныңызды. Сіз патша үкіметінің әжептәуір шендеңгейіндегі қызметкерсіз. Айтыңыз, сізге не жетпей жүр өзі? Жалпы мына қазақтарға не жетпей жүр? Түркі жортқан болсын өлімші қылып сабайсыңдар. Ол жасаған тізімді және кеңсені өртейсіңдер. Осы сендердің көздеріңе шайтан көрінейін деді ме? Әлде Ташкенттегі солдаттардың штыгынан өлгілерің келді ме? Жоқ, әлде жаппай каторгаға айналғыларың келді ме? Тап қазір бәріңе бұйырам. Шоқпар сойылдарыңда мылтықтарыңды тастап, аттан түсіңдерді жөнсіз қылықтарың үшін ғапу сұрап, аяғыма жығылыңдар. Жығылмасақшы, деді Сералы кекесінмен. Не дейді? Деп дауысын одан бетер зорайтты Пазилов. Ондай болса, солдаттарға сендерді бірден атуға бұйырам. Сосын көрейін қайсыларың тірі қалатындарыңды. Оның зіркілінен ашуы қозған Парманқұл нәлетіні жайратып салайын ба деп сыбырлады Сералыға. Сералы сабыр қыл дегенде ишара білдірді, ояз бастығына қатқылды үнмен тіл қатты. Ояз бастығы мырза, осы уақытқа дейін сіздердің тараптарыңыздан қазақтың тамағын қылып қылыш, басынан мылтық тақалса да, тәніне қамшы, арқасына таяқ тисе де мың деген жоқ. Иә, жөн жосықсыз зәбірдің қанша түрін көрсе де, дымын шығармай шыдап келді. Мен сол момын қазақтың тап бүгін неге өре түрегелінің сырын білгіңіз келе ме? Лапин мырза, жабайы халықта, иә, патша ағзамның мейірмандығының арқасында ойсыз, қамсыз күн көшіп жүрсе де, оның шапағатын сезінуге ой өресі жетпейтін білімсіз халықтар сыр болушы ма еді? Киргиздарды атқа мініп беталды талақтап шабудан, бір-бірінің ауылдары арасында ұрлық барымта жасаудан өзге не күш не ақыл бар? Доғарыңыз сөзді. Сералы ояз бастығының соншалықты мен соншалықты келте ойлы екенін енді білді. Қазақ жайында дәл осындай пікір айтқан мұнымен еш келісімге келуге болмайтынды жаңа сөздерінен кейін ұқты. Амал не? Енді ашық күрестен басқа жол жоқтығында тағы ұқты. Сіз ақылды болсаңыз, онда ақылы жоқ. Күші кем халыққа неге осынша әскер ертіп келіп тұрсыз? Әлде қазақтың ақылы мен қайратының қандайлығын көргіңіз келді ме? Лапин, бұйрығыма көнбейсің бе? Бұйрығыңа көнетін сенің бағыныштың емеспін. Мен анау тұрған қазақтардың бұйрығына көнем. Ендеше, өз обалдарың өздеріңе. Мен соғысты бастаймын. Пазилов атын кілт бұрып, әскеріне қарай шапты. Әскеріне жете сап шабуылға шығуға бұйрық берді ме, солдаттар жапа-тармай екіге бөлінісіп, мылтықтар мен қылыштарын алға созып, қазақтарға шапты. Сералы да жігіттерді жігерлендер ұрандатты. Патша ұлықтары зорлықтан таймайтындарын тағы танытты. Ал біз азаттық үшін күреске кірісеміз. Қане жігіттер, азаттық жолында жан құрбан, көтеріліңдер. Еш қорықпаңдар бауырдар. Солдаттардың мылтықтары болғанымен сандары азғантай ғана. Бір шапсақ шетінен таптап кетеміз деп ұран салған Бектұрсын атын тебіндіріп, сарбаздардың алдына шыға берсе, Сералыға бұрылды. Сен ұрысқа араласпай-ақ қой. Мылтығын аспанға көтерген Бектұрсын алдыдағы отрядты беттеп шаба жөнелді. Артынан бірінші болып Парманқұл ерді. Одан кейін 1000 жігіт қиқулата шапты. Екі қанатпен шапқан отрядпен қазақтардың арасы жақындап қалғанда айналаны гүрсілдеген мылтық дауысы басты. Алдыңғы сапта шауып келе жатқан қазақтардың біразы оққа ұшып омаға сақылады. Бірақ арттағылар тоқтамады. Құйындатқан бойы отрядтың тура алдына жетті. Парманқұл солдаттарға жете берақ бір әскереді сойылмен қойып қалып, аттан ұшырып түсірді. Одан соң екіншісін құлатты. Тақап келген үшіншісімен ат үстінде ұстасып қалды, оны да ерден аударып тастады. Ол жерге екі аяғымен дік етіп түсті де, мұның атының шылбырына жармасты. Парманқұл жылдамдық қылып, сойылмен басынан періп жіберді. Анау жерге шаншыла құлады. Екпіндетіп келген 1000 атты қазақтардың алдыңғы шебі баудай түскенімен кейінгілері солдаттарды әп-сәтте қатты тықырсып тастады. Қылышпен сойылдың аман орыс солдаттары не атуға, не семсер сілтеуге жарамай артқа қарай қаша жөнелді. Олардың көбісі солдат аталып, әскерде жүргенімен бұрын мұндай соғысты көрмеген бөзекпе жастар ғой. Қазақтардың да дерлігі атыс көрмеген, тіпті араларында мылтық дауысын алғаш естіген жастар болатын.
Бірақ алғашқыда ет қызумен шауып мылтық дауысы шыққанда ат басын іркуге шақ қалған. Алайда көпшіліктің дүрмегіне ілесіп, алға қарай жөңкей берген ондай жастар қашқан орыстарды көргенде делебелері қозып кетті. Ұрандатып жүріп, қашқандарды шиті мылтықтарымен қатты, шоқпар сойылмен соқты. Бірақ кімге болса да жан беру оңай ма? Аттарына қамшы басқан солдаттар да қашқан бойы мылтық атып бара жатты. Біраз жігіттер осы жерде оққа ұшты. Десе де көптің аты көп. Аз санды солдат 1000 аттының құрығынан құтылмады. Айналасы жарты сағаттың ішінде тегес өлім тапты. Парманқұл Бектұрсынның айтуымен өлген солдаттардың ішінен Ояз іздеген. Алайда бағана көкірегімен көк тірегендей кейіппен сөйлеп қазақтарды ауызбен қырып жібере жаздаған Ояз бастығының мұншалықты жаны жоқ болар ма? Соғыс басталғанда өзін 10 шақты солдаттарға қоршатып, алды-артына қарамай қаша жөнелген. Аттары да жүйрік екен. Қалың қазақ арттағы солдаттармен алысып жатқанда аттары жүйрік Ояз тобы соғыс алаңынан ұзап үлгірді. Содан Ташкенттің төбесі көрінгенше бір тоқтамай қашты. Ол Ояз анада мамырдың үйінде де оқтан аман қалған еді. Бұл жолы тағы құтылып кетті. Азғана әскерилерді жеңгендердің өзіне шаттанған қазақтардың көңілдері көтеріліп, қатты қуанысты. Қуанбағандағы айтсын. Бұлардың ешқайсы ес біліп, етек жапқалы орыс солдатына қол көтермек түгілі оларға тіктеп көзде сала алмаған. Қайсысы да өмір бойы бір орыс солдатының өзі бүкіл бір ауылды жатқызып тұрғызғанын, бір орыс дөкейінің ақырған дауысы бүкіл қазақтың иманын қашырып, тышқанша жорғалатқанын көріп келген. Мылтық асынған әскерлер түгіл Ташкент төңірегіндегі рулардың жайлы да шұрайлы қоныстарын еленіп, селолар орнатқан мұжықтарға дейін қазақты басынып иттей қорлаған көрген. Міне, бастарына өмір бойы осындай үстемдік төндірген патшаны жақтаушы жұртты оңдырмай тұқыртқанда да шоқпармен сабалап мылтықпен атып өлтірген тастандарына разы болсып, осы бір титтей жеңістің шаттығынан өзі кеуделерін кернеді. Дегенмен шыршық көтерілісшілеріне жеңістің қуанышымен қатар қайғының қасіретін тартуға тура келді. Өйткені бұл ұрыста 45 жігіт оқтан мерт болыпты. Араларында 30-ға жуық ауыр жеңіл жарақат алғандары бар. Әйтсе де қазіргі уақыт өлгенге ұзақ қайғырып жараланғанның көңілін күнде демей отыратын кез емес. Атқа қонғанның әрбірі өлерін білген, шапқанның бәрі жарақат аларын сезген, ел басына күн туғанда өлінің иманын тірінің салауатын тілеп, келесі күннің қамына көшкен жөн. Сералы мен Бектұрсын, Тұрдаш пен Қашаған осылай шешкен. Бұл қатарға жас болса да манағы соғыста ерлік пен өрлікті қатар танытқан Парманқұл да қосылған. Өлілерді өз ауылдарында арулап жерлеуге, жаралыларды үйлеріне жеткізіп тастауға арнайы топ бөлдірген. Сол күннен бастап көтерілісшілер тобы Қожакентке жайғасты. Бұрынғы болыс кеңсесінің жанындағы үлкен үйді Сералының сөзімен айтқанда штаб қылып алды. Штабқа күнне жан-жақтағы ауылдардан көтерілісті қуаттаған кісілер топ-тобымен келіп жатты. 2-3 күн өткенде төмендегі бөбі болыстығының адамдар да арнайы жиын өткізіп, патша жарлығына қарсы көтеріліс бастаймыз деп шешім шығарыпты. Оларды 70-тен асқан Ордабай деген кісі басқарып жүр екен деген хабар келді. Ертесіне Шымған мен Шатқал тауларының етектеріндегі Абылық, Қытай төбе, Ниязбек, Той төбе, Майдантал, Шатқал болыстықтарының ел ақсақалдарынан күллі патша жарлығына қарсы азаматтар Балтау жазығына жиналсын деген хабар келді. Қожакентте жатқан топтың басшылары Сералы мен Бектұрсын жақын ауылдарға тарасып, кез келген күні әп-сәтте жетіп келуге дайын отырған 1000-нан аса жігіттерін жинап, келісілген күні Балтауға келді. Балтауда адам қарақұрым. Әдеттегі қазақ жиында әр шетте жақ қазылған ошақтардан түтін бұрқырап, олардың басында ас дайындаған әйелдер күйбеңдеп, ортада асық ойнаған балалар құжынап жүруші еді. Негізгі жиын өтетін жерден аулағырақ тұста 6 бақан құрылып, жастар жағы ән күйдің көрігін қыздырып жататын. Қызғыз қайнаған басқа да түрлі ойын сауықтарды тамашалап, ар-бер теңселіскен жұрт та жиын салтанатына нәр, қызығына сән қосушы. Ал бүгінгі жиынның түрі бөлек. Қаралы жиынға да, дау шешетін таласты жиынға да ұқсамайтын тұрпаты өзгеше бас қосу. Мұндай жиын қазақты қалмақ шапқан, болмаса қоқан басқан кезден бері шыршық бойында болмаған. Бұл ілкідегі батыр қазақтың бүгіндері еңсесі басылған, көкірегі тапталған ұрпағының көп жылдан бері зәрезеп отыршыдан, қиянатшыл басқыншыдан көрген тауқыметіне шыдамай бір тұяқ серпуге дайындалған. Дегеніне жетсе, онымен терезе теңелу болуды ойлаған,
дегеніне жетпесе басын өлімге тігуге дайындалған жиын еді. Бұл қазақ бұрындары жеріне шапқан жауды атамекенімен қуып жіберу үшін бас қосса, бүгін өз жерін түгел жаулаған, өзен суын лайлаған, таудасын еленген әмбе Алаш баласының құқығын таптап, өз жерінде өзін малай іспетті, құл тұрыпты жұрт жасауға ұмтылған барлық заң зәкүні дала халқына қарсы жазылған. Кез келген уақыттан білген істеп айтқанын орындатуда қалыпты нәрсе санаған, бірақ жерден қуып елден кетіре алмайтын отаршыл патша билігімен тайталасқа түсуге бекінген үш арыс ұрпақтардың бүгінгі ерлердің жиыны еді. Мұндай жиында тойға лайық сән салтанат болмайды. Мұндай жиында ақылды қария сөз бастайды, сардар қол бастайды, батыр қаһарланады, ер көсілет, сарбаз ақырат, қостаушы топ лепіреді. Балтаудың нақ ортасында алқызыл, сары, көк түсті жібек маталар жай ескен, майда қоңыр самалмен желбіреген үлкен шатырлы үй тігілген. Жан жақтағы ауылдардың сөзбастар, қолбастар, ақсақалдар мен ел ағалары, батыр елдері сол жерге жиналыпты. Жиынды басқарушы жігіттер Сералы мен Бектұрсынды һәм Парманқұлды тобынан бөліп шатырлы үйге ертіп келгенде, шақырылғандардың көбісі жиналып қалыпты. Төрде Ниязбектің қадірменді қариясы Тұрдыбай, Абылықтан келген Пиала, Майданталдан келген Досалы сияқты біраз беделді кісілер отыр екен. Бұларды бәрі орындарынан тұрып құрметпен қарсы алды. Төс қағыстырып амандасты. Тұрдыбек Сералыны қасына отырғызды. Парманқұлды көргенде батырлықта, алғырлықта жастан деуші еді атам қазақ. Мынандай жақсыларға ілескен сен келешекте ой бастар, болмаса қол бастар қадірлі жігіттердің бірі боларсың. Бізбен қатар жайғас деп төрден орын берді. Сосын жиынды өзі бастады. Жаз түсіп, қым-қуыт тіршілік басталғанда қазақ егін орып, шөп шауып, қыстың қамын жасайтын нағыз маусымда патша елдің жұмысқа жарамды, шаруаға икемді жігіттерді халықтың еркіне қарамай, жұрттың пікірімен санаспай, батыста жүріп жатқан әлдеқандай соғысқа әкетпекші екен. Анада мына Сералдан естуім бойынша, ол соғыс мәнсіз соғыс, кімнің не мақсатпен шайқас жүргізіп жатқаны белгісіз. Бір елдің ханзадасының өлімі үшін бірнеше елдің арасында тұтанып кеткен мағынасыз майдан екенін естігем. Оған Ресейдің де ақ патшасы кірісіп, мыңдаған солдатын бекерден бекерге құрбандыққа шалып жатыр екен. Мейлі, ол соғысқа кіріскен ақ патшаның бір ойы бар шығар дейік. Құзырындағы елдің сансыз сарбаздарын өлімге айдап, бостан босқа ажалға айдап жатқанды өз шаруасы ғой дейік. Бірақ сол майданға дәл мынандай ауыл арасындағы науқан қызып тұрған шақта мұсылманның бар жарамды жігіттерін тасып, өз сарбаздарымен бірге оққа байламақ екен. Оққа байлаған емей, немене? Орыс ұлықтар мен өзіміздің болыс старшындардың айтуынша, майданға алынған өрімдей өрендерімізге қолына қару беріп, ер жігіт сықылды соғысқа салдың орнына, қолына күрек пен балға, зембіл мен арба беріп, оқпана қазатын, өлік таситын, шеге қағатын жұмыстарға салмақ екен. Сонда не? Жігіттеріміз не жаумен алыспай, не үшін қызмет қылып жатқандарын білмей, ұшқан оқ сілтенген қылыштың арасында бекерден бекерге қырыла салмақшы ма? Сонда біз бабаларымыздың өз қолымызбен жат жерде бөгде жаудың қолынан мерт болу үшін өзіміз аттандырып жібереміз бе? Жоқ ағайын, мұндай намыссыздыққа бармаймыз біз. Кешегі Бектұрсын мен Сералының әрекетінен кейін ауыл-ауылдағы болыстарды шырқырата сабап, қуғанымыздан кейін, бастысы патша жарлығына қарсы көтерілгенімізден кейін, Тәшкен ұлықтары сөз жоқ, бізге қарсы қарулы әскер шығарады. Кім бізге ереміз десе, қолына іліккен қарумен қаруланып сарбаз сапына қосылсын. Енді тайсалатын күн жоқ. Бұдан кейін сөзді Бектұрсын алды. Ол да Тұрдыбайдан бір кем қалыспай сөйледі. Қазақтың жат жұрттан көріп келе жатқан азабы аз бет. Мына жарлықта басымызға төнген сондай тауқыметтің бірі. Шымынды өлтірсең де қанатын бір қағып өледі. Ташкент шыршықтың қазағы шыбыннан да көп. Жан-жақтағы сарт сауқанды өзбек тәжікті қоссақ мұсылманмен деген ел жер бетін басып жатыр. Біздің қанатымыз намыс, қаруымыз жүрек. 10 күннен бері барлық ауылдың жүректі азаматтар болыс старшындарына қарсы тұрып, елден безіндіріп жіберді. Ояз әскерін ауылдарға кіргізбей қойды. Міне, қара қазақ біріксе осындай дүлей күш болады. Дүлей күш патшаның мығым әскеріне төтеп береді. Бұл соғысты әрбір қазақ қару алып, сапқа тұру парыз, ерлік көрсетуі міндет. Балтауды жиналған мыңдаған қазақтың жігерін жанып, намысын қайраған ұрандар бұдан кейін көп айтылды. Ташкеннен қандай ояз, қандай әскер келсе де, жиналғандар ауылдардан бірде-бір азаматты майданға жібермейміз, одан да кеудемізді оққа төсіп көтеріліске шығамыз деп уағдаласты.
5.000 адам шуылдасып тұрып күллі Шыршық өңіріне көтеріліске басшы Сардар Тұрдыбай, ал оның көмекші сардарлары Тұрдаш, Бектұрсын, Парманқұл, Қашаған болсын деп шешті. Тұрдыбай 70-тен асса да тың, бойы тік, ширақ жүрісті, әлі де қара күштен қайтпаған қарулы кісі. Оған қоса ескіше білімді, ауыл ішінде молда деген аты бар, қара сөзге де шешен, қай жағынан қарасаң да ел бастайтын, қол бастайтын серкелік қасиетке ие. Сөз түйіні сералыға тигенде оның саңқылдап тұрып, оттай қарып сөйлеген жалынды сөзінен күллі Шыршық бойы тебіренгендей, Балтау аспаны дірілдегендей болды. Уа, ерге қонған ерлерім! Бүгінде тек Шыршықтағы қазақ қана емес, мынау тау ішіндегі қырғыз бен түстіктегі бар алаш баласы, оған қоса Сырдарияның арғы бетіндегі Өзбек пен Алтай тауындағы тәжік те атқа қонған. Бір жыл емес, жарты жыл емес, тіпті бір айда емес, 10 күн уақыт ішінде бәрі келіскендей әмбе мұсылман неге ата қона қалды. Безөкпөж бозбаладан бастап ел, жер, үйелмен есі атанар, атанған халықтың нағыз күші саналатын бетке ұстар азаматтарын әр тұсында оқ жауған майдан даласына қару қалқансыз құл тұрыпты жұмыс атқаратын қосапта соғысқа жібермеу үшін ғана атқа қонды ма? Жоқ, бұл себеп қана. Оның сыры мен шыны, ақиқаты мен шындығы тіпті басқада. Отаршыл орыс патшасы бүкіл Түркістан тарапты жаулаға 50 жылдан асыпты. Отаршылдар мұнда аяқ басқалы бүкіл мұсылманға, оның ішінде қазаққа көрсетпегені жоқ. Жерімізді тартып алып, қарашекпенділерін орналастырды. Өзімізді өзен судың бойынан құнарлы алаптан қуып, шөлге тау қуысына тықты. Бүгінде Ташкент маңында 100 000 келімсек сары жұрт бар. Әуелде жалаң аяқ келіп, кейіннен қазақтың есебінен қатарға қосылып байыған мұжықтар тұратын 100-ге тарта поселка пайда болған. Ал бұрыннан тұрғылықты бүкіл қазақтың саны 700 000-ға жуық. 700 000-ға жуық қазақтың ат төбеліндей ғана байлар болмаса, қалғаны кедей кеудесі тапталған жасық, өз жерінде өзі өгейге айналған, басында құқы жоқ мұндар. Себебі әу баста күш-қуатымыздың әлсіздігінен емес, әр тарапқа тартқан ессіз бейкөсемдеріміздің кесірінен бір жағы тұрақты билігі мен әскері болмаған адыраңқы ел болмағандығым себепті жеке-жеке шабылғандығымыздан, әйтеуір жан аман ортамыз сау, күніміз тыныш тұрса екен деген бойкүйездігімізден орыс жатқа еркімізбен қоса жер жұртымызды да қатар беріппіз. Алайда осы ақ жарқын пейілімізбен құшағы ашық ақ көңілдігіміз орыс отаршылдары ұқты ма? Бар тараптан билеп алып, айтқанына жүруге дағдыландырған, айдауына көндірген патша жаулаушылар біздің осы момындығымызды ескеріп, аяушылық жасады ма, қамқор көңілмен қарады ма? Өз білгенімізбен, өз еркімізбен өмір сүруімізге ырық берді ме, берді ме? Берген жоқ. Қазір 100-ге поселкадағы орыстардың еншісінде 4 миллион десятинадан асатын құнарлы жер бар. Орыс мұжықтарына ата-бабамыздан қалған мына сіздер мен біздер толық еленуге қақымызда, құқымызда бар егіске, жайлымызға жарамды жерлердің жартысынан астамын бауырларына басқан. Ал 700 000-ға жуық қазақтардың өрісі тарылып, егін егетін, шөп оратын жерлерге, жайылымдарға таласып, өзір қырық пышақ болуда. Кешегі өзіңдікі, ал бүгін келімсектікіне айналған жерге малың түссе, малымен қосып өзіңді атады. Сені атқан отаршыл зорлығы үстемдігі үшін сотталмайды, қайта қазақты кінәлі қылады. Отаршылдар осылайша барымыздан да айырды. Қанады, жезді, соқты, ұрды, бұратана жабайы деп кемсітті. Тілімізді иттің тілі деп мазақтады, түрімізді шайтанға теңеді. Сіздердің ата-бабаларымыз бұған ашуланса да іштен тынып күресуге шама дәрмені болмай, іш құсалықпен өтті. Енді біз төзуге тиіс емеспіз. Бүгінгі ұрпақ еш жиған өз халқының намысы абыройы үшін жан беруге даяр. Үстем келімсекке кеудесін бастырмайтын батыр өскін, жас өскінің бойында отаршылдарға деген ата-бабадан қалған кек бар. Сол кек бүгін буырқанған ашуға ұласып, енді лықсып төгілгелі тұр. Уа, бауырлар! Әлихан атты қазақ ғұламасы алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді. Бұғаудан босамайды, ері құлдықтан, әйелі күндіктен шықпайды, малына да басына да ие бола алмайды деп айыптапты. Жеңгеріміз, жеңбеспіз, алыспағалық. Қазақтың кім екенін, оның көкірегі, батылдығы барлығына көрсетейік. Бәлкім бір шошытып қойсақ, орыс ұлықтары қайта басын бас. Десе де ақ патша Айдақар, орыс ұлығы Арыстан. Қара мұсылман қашанғы есірер, бір пәсте жұтып тынармыз дер. Енді оған бір пәсте жұтылмайтын қауым еместігімізді білдірейік, һәм оларға жалыныш та көрсетпейік. Жалынымен өткен жылдардан зая болған осыған дейін әрбіріңіз ұқтыңыздар. Бұрын айтушы едім,
бұл күрес алдағы бостан өмірге алғаш қадам деп. Иә, мұнымыз келешектегі иісі қазақтың азат ғұмырына бастар аттаныс. Ендеше азамат ел үшін атқа қон, бірге қылыш көтеріп, бірлесе дзеғұс. Уа, ақырыстың әруағы қолда. Зорлықшы патша ұлықтарды жерге тықпай тынбаймыз. Майданға жүзеген жігіт түгілі бірде-бір жан бермейміз. Бастыңыз жұртты, Тұрдыбай жәке деді, Сералы қылышын көтеріп. Атқан оған алқалы қауым енді тоқтамайды. Қызған отқа одан бетері жан отының тасталғаны құп, сонда лаулаған оттың қызуы жер дүниені өртейді. Мына қауым өртке ұмтылған қызба топ болып тұр. Қызуын суытып алмай бастаңыз азаттық көтерілісіне. Көтерілісшілер алдымен орыс әскерлері бір-біріне хабар алып тұратын телеграф бағаналарын талқандасын. Содан кейін уез облыс орталығын шабамыз. Сөз байласу. Балтаудағы жиын соңында Тұрдыбай қарауындағы Жақантас, Жорықтас серіктермен алдағы соғыс жоспары мен сарбаздарға қару-жарақты қайдан алу жайын кеңескен. Иә, қару-жағы кемшін. Әзірше қолдағы бармен амалдау керек. Сонда да барлықтарыңыз құзырларыңыздағы сарбаздарға пәрменденіңіздер. Үйде тығулы жатқан мылтықтар мен қылыш семсерлерді шығарсын. Соғыстыр жауымыз 5 қару сай, 5 атар винтовкаларымен бірге пулеметтері де бар, оңай дұшпан емес. Ең қауіптісі, Ташкент губернатор мен облыс бастығы бізге қарсы соғыста әскеріне зеңбіректерін пайдалануға бәрмен бергендеңіздер. Ондай болса басымызға зор қауіп төнер анық. Қайткенде де Алаш баласын алда аса зор соғыс күтіп тұр. Сералы көке, соғыс басталмай тұрып, жүрегі ұшыратын әңгіме айтпаңызшы. Қатардағы көп сарбаз мұныңды естісе, сапқа ілеспей қалу кәміл. Ақыры көтеріліс бастадық қой, ендеше орта жолда басқа төнетін қауіптен көрі сарбаздардың арқасын қоздыратын сөз айтпақ ләзім. Мылтығымыз бен оқ-дәріміз аз болса, жеңілген орыс әскерінің қаруларын олжалап алармыз. Өткен жолы өзімізде осылай бірсыпыра қаруланып алдық қой, деді Парманқұл. Иә, Парманқұл, деді Сералы. Сенің жаста болсаң, жүректілігіңмен қатар тауып айтатын батылдығының да бар екенін әнеугүннен бері сезгем. Әлбетте, егістің алдында күмәнді сөз, кері тартқан көңіл жақсы емес. Менікі тек жаман айтпай жақсы жоқтың кері ғой. Осыдан кейін көтеріліс басшылары жуық күндер не істейтіндерін ортаға салды. Әркім әртүрлі пікірлер айтты. Соңында алдағы 2-3 күнде әр топқа басшы тағайындалған кісілер ауыл-ауылдарға барып, үкіметке бүйрегі бұратын бай манаптарды, атқамінер билерді көтерілісшілер жағына тартсын, көнсе де, көнбесе де, олардан сарбаздарға керекті мінсатар мен зат бұйымдарды алуға күш салсын деген уәжде тоқтасты. Егер Ташкент жақтан бір қауіп төне қалса, қолтықтасар қол, иықтасар жақтас осы Балтауды топтасын. Қарасыны мол, айбыны батпен сарбаздарымыз патша әскеріне қарсы кең жазықты осы жерден аттанғаны мақұл. Әр жауды жазықта қарсылауды тиімді, деді Тұрдыбай. Сол күннен бастап Сералы мен Бектұрсынның және Парманқұлдың жұбы жазылмады. Ертесіне қастарында бір жігіттер ертіп, екеуі көтерілісшілер қатарына бірде-бір жігітті қосылмаған болыс старшындарда қудаланудан сау Абылық болыстығының орталығы Маржантасқа ауылына келді. Болыс кеңсесі ауылдың бас жағында, еңселі әрі ең сәнді шатыр түнекімен жабылған ерек үй. Абылық болысы Құрас бұл үйде өзі алғаш болыс болып сайланған жылы орыс ұсталарын жалдап салдырыпты. Кеңсесі бірнеше бөлмеден тұрады екен. Сералы мен Бектұрсын және Парманқұл үшеуі кеңсеге кірсе, үлкен бөлменің ортасына қойылған дөңгелек жайпен үстелдің басы кісілерге толы. Екеуінің не мәселемен келгенін отырғандардың бәрі хабардар. Екеуі кіргенде ешқайсы амандасқан жоқ, тіпті қыңқ деп үнді шығармады. Әдетте үйге енгенге қазақ айтатын жол болсын деп сұрамады. Ортада қос жастыққа арқасын сүйеп өзгелерден ерек көрініп отырған Құрас болыста дегенде ештеңе демеді. Болыстың қасындағылардың шетінен жуан екендіктері бітім болмыстарынан байқалады. Бір таңқаларлығы, болыстың екі шетінде екі орыс отыр. Әлден уақытта болыстың тілі шықты. Сералы оқымысты, кел төрілет. Мына білімді екі орыс сені сөзден жығамыз деп дайындалып отыр. Сірә ол Сералымен бірге Тұрдашты келет деп ойламаса керек. Тұрдашқа һәм оның жандағы түртісі суық Парманқұлға көз түскенде өңі бір қуарып, бір бозарды. Қап-қара өңнің құбылғанда жаман көрінеді екен, десе де Құрас тез ешшейді. Сен тәрізді оқылған зиялы жан қасына мыналар сияқты бірі Бектұрсын сынды бау кеспе, бірі түрінен адам шошырлық жапшас бұзақыға ұқсас әлдегімді серік қылғаны жараспайды екен, деді мысқылдап. Сенің үнемі осылай тістеп сөйлейтінді жақсы білем, Құрас болыс. Әне бір күні Ташкентте кездескенімізде де қисық сөйлегенсің. Сол жерде де қасыңдағы бір орысыңды маған қарсы қоюға әрекеттеніп едің.
Осы сен айтшы, қашанғы қазағыңды қор, келемсекті зор санауыңды қоясың ей? Әлде ылғи сары жұртты жақтайтындай арғы ата бабаңның бірінде орыспен шатасқан байланыс бар ма еді? Одан да бүгін мына елдің басына түскен ауыр жағдайы жайын сұрасаң нетті? Құрастың бет тыржиды. Бордақа бұқаның тамағындай семіздіктен ісініп кеткен тамағын бір кенеді. Қара жүз одан бетер күреңітіп, көздері қаңталап шыға келді. Мойны мен басы шөркі ағаштай боп біткен тұтас денесін аунаған сиырдай етіп, бір жағына қарай ауыр қалыпты қозғалақтатып алып та көздерін бұларға қадады. Ей, Сералай, тұрдаш, сосын мына кім? Жапшас біреу. Бірің үкіметтің әжептеуір жұмысынан безіп, құйын соғып, жел айдаған қаңғы басқа айналған, бірің адам атып, таутасқа қашқан, содан тағы аң сияқты жабайға айналған сендерден ел жағдайын сұрамай-ақ қойдым. Бүлдіргеден бүлдіргі алма деген сөз бар. Ел ішіндегі барлық дүрбелеңді өздерің бастап алып, менен оның несіне сұрап отырсыңдар. Екеуің айтар мәлдеріңді білмей әлектенбеңдер. Ақ патшаға қол көтермекке талпынған анау бассыз тобырды құрғиялға ертіп әурелемеңдер. Бүлікті қойыңдар, шайтан түртіп шындап барасыңдар ғой түге. Ертең ақ шектерің шашылып, мойындарын кесіліп жатпасын, көрінген жерде. Ал жылы ұясынан жастайынан безіп қағынған анау Бектұрсынды қойшы. Ал сен, Сералы, ақ патшаның мархабатынан қашан шет көріп едің? Көзіңді ашқан, сауат бергенде сол емес пе еді? Естіп жатырмын, қол жиып сарбас топтасыпсыңдар. Естерің болса осы жерден тоқтаңдар. Тоқтамасаңдар екеуіңе қосар ақылым, шашар сырым болмайтын дұшпан бодам. Парманқұл екі серігінің болыс сөзін қалай түсінгенін білмеді. Ал өзі Құрастың орыс ұлықтарының сөзін сөйлеп, бұларды райынан қайтаруға тырысып отырған бірден ұқты. Оған не жауаптар екен деп Сералыға қараған. Сералы қату тартыпты, тістеніп тұрып тіл қатты. Қара қазақты түрткен шайтан кім? Құрас. Уай, парықсыз болыс. Бас шайлы болса, қошының тулап несі бар? Бүлік басын неден басталған сезсең де сезбегенсіп, білсең де білмегенсіп, орыс ұлықтардың сөзін бізге жеткізуден, қазаққа жаман, орысқа адал көрінуден жалықпадың ау азбан. Сен айттыкін деп жиылған көп тарамайды, ниетінен бас тартайды. Одан да өзіңді қайраған ұлықтарың айт. Қазақтың басын қысқан ноқтасын одан әрмен тарылтпасын. Ноқта жіп тамақты қысса, әлсіз қолға әлбетеді. Әлбеткен жан ызаға бөгіп қысым көрсеткенге күрес бастайды. Патшаның жаңа низамы бұрындар онсызды қысылып күн көрген үш арыс өреннің ауасын одан бетер тарылтып, ар жағында ажал апаны көрінген жарбасын әкептіреді. Кең даладағы әмбе қазақ сол жардан құлап, ажал арана түспеуге жанталасып тұяқ серпуде. Халықты шектен шығарған патшаның өзі пайымың тар, өрен пәс екен, Құрас. Күні осыған дейін қанша қылыш қарақанға малынды. Ашу ызасы қозған қазақ патша жарлығынан бас тартпаса, бұдан кейін де қылышын зорлықшының қанына суанмаққа бекінген. Құрас та шешен гүжілдей жөнелді. Патшаның жарлығымен бірге сендерге де Құдайдың қарғысы қатар шығыпты. Рай ниеттерінен қайтпасаңдар, мойындарыңа қылбұрау емес темір бұғау түседі. Қылыштарыңды осал затқа емес жүзі өтпейтін бодатқа жұмсағал тұрсыңдар. Аяқтарыңды кірсе алып тастауға болатын тікенек шүңгіге емес, от боп күйдірер отқа басыпсыңдар. Бастарыңды қаруы қарымды құлашы кең патшаға қарсы тіккеннен табар пайдаларың, жетер ұшпақтарың болса көрем. Патша қолындағы бұйдан теріске бұрып, иә, жігіттеріңді майданын аман сау алып қалсаңдар, тағы көрермін. Ақырысы аспан тітіркенетін патша амалына қолық табам деп тыраштансаң бәрі бекер. Орыс әскері сан еттеріңді ойып сары төбетке, қоң еттеріңді ойып қызыл төбетке тастайды. Әй, Сералы, елдегі есерге, ауылдағы тентекке еріп, облыстағы ұлыққа да, үйездегі оязға бар қадіріңді кетіріп, не күн туды басыңа? Орыс әскерге өзіңді алмайды, қасыңдағы тұрдаш сықылды әумесір бұзықтарды алады. Одан қалса болыстықтардағы қугедей жалаң аяқ тақырды сұраусыз жалшы малшын алады. Өзің кет Петербургыңа. Жаныңдағы қарақшылар мен оған ерген серіктері жүдә, майданға барғысы келмесе олар да кетсін, үйреніп қалған таутастарына. Тұрдаш сықылды 10 қарақшы тауға қашыпты деп майданға баратын жігіттердің саны кеміп қалмас. Ай, осы мен таңмын. Тағы айтсам, арыстанмен алысатындай сендерді қандай түлен түртіп жүр? Отырмайсыңдар ма, жүрмейсіңдер ме бір жерлеріңді қысып, а? Серал тағы сөйлей берген. Бірақ Тұрдаш оған тоқта деп белгі берді, өзі шиыршық ата сөйлеп кетті. Жарлыққа қарсы бас көтерген көпшіліктің қылығы тура. Тура болмаса езілген жұрт бекерге көтерілмейді. Көзі тура ғаділ Құдай да құл мен малайдың қалауын қолдайды.
ел басына күн туып, барлық жақсы жайсаң жігіттерден айырылайын деп жатқанда, әр үйелменге қасірет тақсірет қатар төнгенде, қандасыңа болыспасаң, несіне адам боп жаралдың? Бір шеммен дүние үшін жақыныңнан шыққан батыр деп көсемге сатқындық. Бір басың үшін әмбе ағайынға опастық жасасаң, зорлықшының сөзін сөйлеп, туысыңды жерге тықсаң, ертең ел басына қалай қарарсың? Қалай? Мейлі орыс ұлықтары бүлікші атанған қазақтың мойнына шынжыр, аяғына тұсау салсын, сардарын атып, сәруарын ассын, алқалаған тобын ит өлімге қисын. Сол жолда бір кекшіл азаматтың қолынан сен де кетерсің. Бәлкім патша әскердің панасына, ұлығының тасасына тығылып аман қаларсың. Сөйтсе де орыс өтірәді бар қазақты қырып тауыспас. Ертең оттан аман, шапқыннан сау шыққан ағайының сені кім дейді? Тірі қалғандардың ұрпақтары балдарыңа не айтады? Сілімтіктің тұқымы, жәреуке жасықтың, пасық нойыстың ұрығы демей ме? Сонда тірі болсаң жерден қалай жүрмексің, ей? Өлі болсаң көрде қалай тыныш жатпақсың? Жалғыз жарымның патша ұлыққа өкпе назы болса, ол ауыл шегінен аспайды. Патша ұлыққа ел назалы болғалы қашан? Мына найзаға көтеріп, мылтық асынған бол қарашының бүгінгі қимылы соған дәлел. Жерден де, еріктен де айырған, басыңа ауыздықты ноқта кигізген орыс ұлық елмен, тіпті сен тәрізді өз сайланған болыс старшындармен ақылдаспай, шаңырақ сақтар, әулет жалғастырар, көгін көздерімізді қойдан көгендеп, беймағұлым майданға сұраусыз аламын демесе, момын қазақ бұрынғыша жатар еді. Өз қотырын өз қасып. Әй, құрас! Сорлы қазақ осы күнге дейін барына қанағат тұтып, қанша зұлымдық көрсе де, Аллаға шүкіршілік қылып, соғыс тілемей жай жүрген. Қатардағы жазған қазақты орыс ұлығы бір қанаса, өзіңдей парықсыз жат бауыр есепті озбыр болыс екі қанады. Сонда да дауыс шығарып, қол көтерді ме? Бірақ заман озған сайын іштей жылауы деді. Көзге көрінген тартар қорлығы артты. Бұрын шын жылағанда Құдай да берген жоқ еді. Енді берді. Бергені жұрттың көкірек көз оянды. Басыншыларға кеткен кегі көтерілді. Қауымын соңына ерткен сардар сәдуарлар патшаның бар әскерін жеңеміз деп ойламайды. Сен айтқандай ақымақты емес. Біз патша ұлықтары тәубесіне бір келсін, қазақтың да намысты, еріккеннен шығарылған заңға, қисынсыз низамға көне бермейтін ел екенін білдірейік деген ниетпен, көкірекке талай жылдан бері тат боп басқан наразылықты көрсетейік деген ашу ызамен атқа қондық. Орыс ұлығының жанды жараланған жамандығын, көңілде қалдырған қара таңбасын қайтсек жуып шаямыз деп ерге қондық. Қасіретпен күн кешкен сан жылдың жарасы жарлар күні бүгін екен. Кешегі өткен әруақты елдердің жолын қуып, ізіне ерге мына біздер осылай анттасып, серттесіп, бір тұяқ серпін қалуды ойластырдық. Майданға кетсе, бала өледі. Ауылда қалса шал өледі. Бала өлмесін, одан да шал өлсін деп, ел аузына қараған ылғи, ақсақал қарасақалдар бетке шықтық. Жетесіз, құрас, сенің қай түлен түртіп елді бұзып жүрсіңдер деген пәтуасыз сөзің айтарымыз осы. Құрас та қайтпады. Қайтпауға бекінген. Өзін жұмсаған орыс ұлығынан көп тапсырма алған. Қайтсең де бүлікшілердің көсемдерін тоқтат. Сенен асатын олар кімдер? Тоқтатсаң, болыстықты билейтін шенің не, уездегі күллі болыстардың үстінен қарайтын үлкен хакім етеміз деген ұлықтар. Құрас бұрыннан жарамсақ еді, бай еді, сараң еді. Я, әзірде өзіне біткен құт берекеден айырылмаған, қызығы ол байлық маған Құдайдан бітті десе, со байлықты сақтау һәм болыс болу орыс ұлығының жарылқауынан дейтін. Ағайын туысқа сараң ол, орыс ұлығына жомарт. Еліне залым ол, орыс ұлығына мейірбан. Әрі өлгенше шен құмар. Шен жолында туған анасын сатуға құмыл. Бұрыннан болыстар арасына от салуға, олардың кейбір жасырын әрекеттерін өз облыс бастықтарына жеткізіп тұруға құмар, жансыздыққа жаны шебер жарамсақ. Осыдан да қатарынан 7 сайлауда болыс сайланғаны. Әлбетте Ташкент уезінде мұндай жәдігөй болыс жалғыз құрас емес, ондайлар көп. Қазір бәрін уез облыс ұлықтары қазақ сардарларына қарсы пайдаланып жатыр. Сорлы қазақ әзірше атылып берсе ысылдап, жаңбырша жауатын күркіреп берсе, жер дүниенің астан кестенін шығаратын орыс отрядының мылтық зеңбіректерінің оқтарынан жүрегі шайлықпаған ашқұлақ, құр намыспен желігіп жүрген жігіттер топтап, сарбаз құрғанына мәз екен. Әгереке сол жарақшылар мұздай қаруланған отрядпен бетпе-бет кездессе, аттан басуға шамасы келер ме екен? Ал жол көрсетпей тұрып, уәке қылыш көтермей тұрып, ғази аттанбақ көп қазақтың тірлігі тіпті далбаса. Бүркіт тырнағы астындағы шымшық жерімен суын алаңсыз жеп ішіп, тірлігіне тәубе айтып,
құйрығын қысып жүрудің орнына қазірше тыныш отырған иесінің тірсегінен шоқығысы келеді. Бүркіт орыс, шымшық қазақ қой. Сұр жолға ат басын бұрған көтеріліс бастаушылар ертең соңына ергендермен бірге түнекке батып, мәңгі қапасқа, түпсіз тұңғиыққа сіңгірлерін пайымдамайды. Ақырғы сөз екен. Сералы мен Бектұрсын ақылды болса, соңындағы құранды, жырынды, тобырдың әмбесін бүгіннен таратпақ шарт. Әзірше орыс сұлығы кешірімшіл, патшасы мейірімді. Әйтпесе өзін батырмын, өзеуреген әрбір есі кем жігіт, ақмақ азамат ажалынан бұрын өлмек. Өзі өлсі мейлі, ашуын қозған орыс ұлығы ағайын отбасымен қосып түгел қырмақ. Болыстың айтпаған ескертпеген осы екен. Ол сөзін аузынан түкіргіз шашыратып аяқталғанда жанындағы орыс сөзге кірісті. Екінші орыс емес, аудармашы татар екен. Дауысы шіңгілдеген оның сөзін ауыз-аузына жұқпай аударып беріп отыр. Аудармашының айтуынша бұл мырза уездегі переселесін комитетінің келген қызметкер екен. Ол айтады дейді Тілмәш. Қазақтар бастаған істерінің соңы немен аяқталатын ойламайтын ақыл кемдеу халық екен. Құры шоқпар сойылдар мен мықты қаруының арқасында бүкіл дүниені ақтырып отырған Ресей әскеріне қалай шаппақ? Қазақтар бұдан ел жарлыққа қарсы бас көтеретін қоқысы, өз беттерімен көтеріліс жасауға құқығы жоқ. Ауыл қазағында тіпті ерік те жоқ. Сол үшін де патшаның айтқанына көніп, айдауына жүргендері өздеріне пайдалы. Ал мыналар сықылды көтеріліс бастаушылар дереу ұстап, қамау керек, елден аластап, Сібірге айдау шарт. Сералы әр дененің артын бағып, сабыр сақтауға үйренген жан. Ал өмір бойы ылғи жол тосқан, тау кескен қарақшылармен, керуен тонаушы бұзықтармен, мал ұрлаушы барымташылармен алысып үйренген, басынан сөз үстінен қамшы асырғанды ар санап, кіммен болса да дереу ұстаса кететін Парманқол мұндайды шыдап тұра алмайды. Әсіресе қазақты жамандаған, намысын аяқ асты еткен бөтеннің сөзін естісе, тіпті арқасы ұстап кетеді. Әлгі орыс солай дегенде екеуі бергі жақтағылардың үстінен баса-маса ақырып барып, оның тұмсығынан бір қойды. Жалаң қолының өзі күріздей тиетін Парманқолдың соққысынан жаңағы орыс сорлының тістері опырылып, екі сүйегі сынып кетті ме, қыңқ деп дыбыс шығаруға да шамасы келмей, дуалға жабысты да қалды. Келесі кезекте Тілмәшті де бір қойып, үстел астына кіргізе салды. Осы сәт отырғандар орындарынан гуілдес тұра сап, оған жабыла кетті. Алдың келгендердің екеуін бірден сұлатты. Арт жағынан келген үшінші біреу мұның сыртынан қолдарын қапсыра құшақтап алды. Одан бұлқынып босанам дегенше, қарсы алдынан келген ұзын бір жігіт тура мұрнынан соқты. Заматта мұрнынан қан сау ете қалды. Жаңағы ашу түк емес, бетіне қатты соққан тигенде қаны басына шауып, жынданардай халге түсті. Артынан қапсыра құшақтағанда екі жағына сілкіп үстел үстіне лақтырып жіберді. Сосын ұзынға шапты. Ол қолын ербеңдете бергенде тура ішінен ұрды. Бетіне басымен соқты. Серейген неменің тілі салақтап жерге шөкті. Осының барлығы бірдемде мезетте болған соншалық, болыс тыпырлап орнынан тұрғанша Сералы араға түсіп, сырттағы жігіттер жүгіріп келгенше, там ішінде орыс пен Тілмашпен бірге екі-үш жігіт сұлап жатты. Парманқол енді орнынан қорбаңдап тұра берген семіз болыстың желкесінен аямай бір перді. Болыс кесілген жуан талдай маңдаймен жер сүзе құлады. Буа, атаңа нәлет, қан сатқан, жан сатқан ит жағымпаз, мә! Қазағыңды жамандап, болыс болғанша өлі қал, мә! Әй, сен өзің жақтайтын орысқа емес, қазаққа болсын ғой, мә! Сол қазақтың арқасына күн көресің, байлық жинайсың, сөйте тұра қандасыңды жерге тығасың, мә! Сендей сатқындардың кесірінен қара қазақ сорлы боп жүр, мә! Әр сөз айтқан сайын болысты ұра берді. Құраспай құстың үстін қан басты. Ол демсіз қалғанда жан-жақтағы оның адамдарына атылды. Бірін ұрып, бірін теуіп аластырып жүргенде өз жігіттері жабыла ұстап, әзер тоқтатты. Осы қырғаныңда жетер деді Сералы. Енді сабырға кел. Басылмаған ашуын далаға шығып зорға басты. Серіктерді атынан ерді. Болыстың сүйектері қирап, миына қан құйылып кетті ме, ес жимай қорылдап жатыр. Орыс пен Тілмәштің де есі кірмей жатыр деді жігіттердің бірі. Өлмесе өмірен қапсын бәр деді екіншісі. Көтерілісшілер қайтарда болыстың кеңсесі мен үйіндегі жарамды заттардың барлығын ат-арбалар қартты. Жайлаудағы жылқыларын алдарына салып, Балтауға қарай айдады. Бірақ Маржантас ауылынан бірде-бір жігіт көтерілісшілер қатарына қосылмады. Жолда келе жатқанда Парманқол ауыр ойға батты. Жаңа құрас болыс ілкіде қылыш найзамен соғысқан ата-бабаларың сияқты бүгінгі орыспен сойыл шоқпармен соғысамыз дейсіңдер ме? Ендігісін өздерің біліңдер. Жөнге көніп түзулікке жүрмедіңдер ме, онда өз обалдарың өздеріңе. Қырылсаңдар өздерің хам, сендерге ерген қара тобыр қырылады. Орыспен бірлікке,
ұлық пен татулыққа шақырған менің бірдеңем кетеді деймісің, деді ау Азбан. Рас, қолма-қол шайқастың заманы өткен онсыз да білеміз. Бірақ біз көтерілсек, өлерімізді білмеппіз бе? Жарақты жасақ құрсақ, маңдайдан атылар мылтық барын сезбеппіз бе? Біздің ешқайсымыз уәли де ғази де атанбақты ойламаймыз. Қара қазақты аяусыз таптаған отаршыл ұлықтарға ерлік елдігімізді танытпаққа ту көтердік. Құрбандықсыз бақ қайда, шығынсыз бақыт қайда? Ту көтеріп көтеріліс бастаған әрбіріміз тоғышар болсақ, мешеу болсақ, халық жылап, ел жасып, тумаластың қабырғасы сөгіліп, жүрегі езіліп жатқанда міз бақпай, селт етпей, қарақан басымыздың қамын күйттеп отыра беретін едік. Я, қазір күллі қазақ даласы күңіреніп жатыр. Олармен қоса бүкіл Ташкент атырабындағы қандастардың да жандары қарылды, жүректері езілді. Батыр оғылан ел ішіндегі жақсылықта да, жамандықта да басы елікті қолға алмайтын бет. Міне, елге сондай жамандық төнгенде бізге анау Сералы мен Тұрдаш сынды басы елерге қара халық қарады. Кедей болса да, намысы биік текті ұрпақ соңымызға түгел ерді. Енді мұратқа алған, көңірекке түйген ой мақсаттарымызды орындамай, аттан түспегеніміз абзал, солай етеміз де. Қатты ойға батып кеттің ау деймін, Парманқұл, деп деді Сералы. Бағанағы құрдастың сөзі көңіліңе ауыр зіл тастады ау сезінің. Сын шақта кер тартып, іштен жаулыққа жүретіндер бар, халықтың арасында кездеседі. Күні кешеге дейін орыстарды бір-бірімен қырқысқан. Өзбектер де үш хандыққа бөлініп, өзара қырғылысқан. Отаршылдардың бізден бұрында қазірде үстем боп тұрған қағазға басылған қатаң заң зәкүні, тұрақты тәртібі, мықты әскері, қуатты қару бар мемлекетке айналғанында, ол қазақты сондай құдіреттілігімен бағындырған. Бір жағы халықты билеген үстем таптың қорқақтығы мен ездігінің кесірінен бағынбаймыз дөгідегі. Отарланған елдің ішінде ерлердің көрі жарамсақ ездер көп болады. Басқыншыға қарсы тұрудың алдында ішіміздегі елін сатқан ездерді бір тезге салып қойғанымыз да жөніс. Әлгіндегі болыс пен жарамсақтарын сабаған ісің сондай жазаның бір түрі. Сол қылығыңмен озбырлардан халықтың титтей де болса да бір кегін қайтардың. Ал үлкен күрес алда. Күрес алдында батырдың ауыр ойға түспегені ләзім. Кешке Балтауға оралды. Әне күннен бері мұнда жан-жақтан жиналған ұста жігіттер көрік басатын ұстахана тұрғызып, көтерілісшілер үшін қылыш семсер соғуға кіріскен. Ұсталар 3 күннен бері 40-қа жуық қылыш басыпты. Қанжығал мен Тойтөбеден келген аңшы жігіттер 21-денге мылтық жиып әкепті. Бүгін азанда топқа бөкі жақтағы Қамшықтан 100 жігіт келіп қосылыпты. Құрас ауылынан еңсіз түсіп келген Парманқұл өздерінің соңынан ерген сарбаздар сапының күннен күнге көбейе түскен көргенде көңілі көтеріліп, бойын қуаныш кернеді. Жалғасы бар.